Қайырлы кеш, менің гүлсүйер қауым көрермендерім. Мына сіздерге мен антөрем гүлімді көрсеткім келіп тұр. Отросткілей келбет, маған енді өсе алмай, жаңағы өсіп кете алмай тұр, дамымай. Соны сіздермен бірге бөлісіп, қалай емдеуге болатынын сіздермен бірге осы антөрем гүлін өсіргім келеді. Қандай ақыл кеңес бересіздер, айта отырыңыздар, жаза отырыңыздар комментарийға. Мен енді кеше қарағанымда янтарный кислота жақсы көмектеседі деді. Сол янтарный кислотаның бір таблеткасын 1 литр суға езіп, бәрін қоймайсың ғой енді. 1 литр суға езіп, кішкене мына су құйдым, мынаған янтарный кислота қосылған суды құйдым. Сосын ватный дискіменен жапырағын сүрттім. Жапырағын сүртіп, кеше істеп қойдым. Енді 1,7-ден кейін сіздермен бөлісетін болам, қандай өзгерістер болатынын көрейік, янтарный кислотаның қандай көмегі болар екен. Бұларға кішкене аздап кислый почва керек дейді. Сол янтарный кислотаны кеше салдым. Енді қарайық қандай болатынын. Сіздерде ақыл кеңестеріңіз болса, осындай гүлдеріңіз болған болса, кездескен болса, комментарийға жазып отырыңыздар, айта отырыңыздар. Сіздермен бірге осы гүлді емдеп өсіріп көргім келеді. Даже қандай цвет екенін де білмеймін. Сары ма, қызыл ма, көк па, жасыл ма, цветін де білмеймін. Даже сол гүл атқанын жақсы көріп едім. Гүл атқанға дейін өсіре алмай жатырмын. Кейбір гүлдерім жақсы өсіп жатыр, кейбір гүлдерім что-то өсіре алмай тұрмын. Неге олай болып тұрған? Сол себепті міне қазір сіздерге көрсетіп жатырмын. Келесі кездескенше сау саламатта болайық. Амандықта жүздесейік. Заман тыныш болсын. Пока-пока.